e-gov.kz порталында жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларацияны қабылдау үшін e-gov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға кеден және салық салу бөлімін таңдаңыз. Жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларацияны қабылдау қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. ЖСН-ді, салық салатын кезеңді, ашу түрін, мемлекеттік кірістер органы кодын, декларация тапсыру кодын енгізіңіз. Осы декларацияда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын және толықтығын растаңыз. Содан кейін қызметке қол қойып, анықтама алу батырмасын басыңыз. Қызмет көрсету нәтижесі 15 минут ішінде e-gov.kz пайдаланушысының жеке кабинетіне жіберіледі.